Сәлем достар, рассольник дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен етімізді қайнатып аламыз, көбігін алып тастаймыз. Міне баяу отта 1 сағаттай пісіретін боламыз. 1 сағаттан кейін перловкамызды жақсылап жуып алып, етімізге қосамыз. Және баяу отта тағы да 1 сағаттай пісіреміз. Барлық көкөністерді көбіктап турап аламыз. Және азғандай сұйық май қосып, алдымен пиязды қуырып аламыз. Сәбізді қосып қуырамыз. Томат пастасын салып, жақсылап араластырамыз. Ұсақтап туралған қиярды салып, қуырамыз. Және қиярдың суын қосып жібереміз. Картобын салып 10 минуттай қайнатамыз. Картобы піскеннен кейін көкөністерді салып, тағы да 10 минут қайнатамыз. Рассольник дайын. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен Айжан.